10-ға дейін санайтын лақ. Ертеде баяғы өткен заманда аң құстар, жануарлар бірге тұрып, бір тілде сөйлеп, бірге ойнап, тату-тәтті өмір сүріпті. Солардың ішіндегі ақ ешкінің бір лағы өте ақылды болыпты. Ол ағаларынан санауды үйреніп алыпты. Содан ағлақ көзіне түскен нәрсенің бәрін санай береді екен. Бір күні ағлақ көлге келіп еңкейіп судың бетінен өзінің бейнесін көреді. Суретіне таңдана қарап, көп уақытқа дейін орнынан қозғалмай тұрып қалады. Біраздан соң бір дейді. Бұл сөзді жақын маңда жас шөпті жұлып, жеп асықпай шайнап, көгалды жерде жайылып жүрген қарала бұзау естіп қалады. Сен не істеп тұрсың? дейді бұзау. Лақтың қасына жетіп келеді. Мен өзімді санап тұрмын. Қаласаң, сені де санайын дейді. Егер сен еш жеріңді ауыртпасаң, санай ғой дейді бұзау. Қорықпа, сен тек қозғалмай тұр, әйтпесе мен сені санай алмаймын дейді. Ой, маған үйдегілер рұқсат бермейтін шығар, қорқамын деп бұзау бұлдырлап артқа шегінеді. Лақ секіріп жанына барып, бұзауды санай бастайды. Мен өзім 1, сен 2, 1, 2, мә дейді. Мө деп бұзау аянышты дауыспен жылап жібереді. Бұны естіп қоңырауын сылдырлатып, анасы сиыр жетіп келеді. Мө, не болып қалды? Мені лақ санап қойды дейді бұзау жыламсырап. Санау деген не нәрсе? Мө деп сиыр сұрайды ашуланып. Мен 10-ға дейін санауды үйрендім дейді лақ мақтанып. 1 ол мен, 2 ол бұзау, 3 ол сен, сиыр. 1, 2, 3, мә дейді. Ой, көрдіңіз бе, ол сізді де санап жіберді деп бұзау өкіріп жылап жібереді. Лақтың санаған енді түсініп, сиыр тіпті қатты ашуланады. Мен саған көрсетейін, қарашы мына бұзықтың бізді мазақтап тұрғанын. Қане балам, лақтың сазайын тартқызайық дейді. Ағлақ секіріп қаша жөнеледі. Сиыр мен бұзау лақтың соңынан қуып береді. Бұл кезде жақын жерде өгіз өзінің өткір мүйізімен топырақты қазбалап жайылып жүрген лақтың соңынан жүгіріп бара жатқан бұзау мен сиырды көріп алдарынан шығады. Мына шолақтың артынан неге қуып келе жатырсыңдар дейді ол жуан даусымен күжілдеп. Ол бізді санап қойды деп бұзау бақырады. Мө, біз оны ұстап аламыз деп ырс-ырс дем алып, сиыр мөңіреді. Ағлақ тұра қалып, тағы санауға кіріседі. 1 ол мен, 2 ол бұзау, 3 ол сиыр, 4 ол өгіз, 1, 2, 3, 4, мө дейді. Қарала бұзау, ой, өгіз аға, енді лақ сізді де санады, деп мөңіреді. Жоқ, мен оған өзімді санатпаймын дейді өкіріп өгіз басқалармен бірге лақтың артынан қуа жөнеледі. Бұлар шаңдатып шауып келе жатқан жолдың жиегінде бір ат шөп жылып жеп жүрген болады. Дүбірді естіп бұрқырап көтерілген шаңды көріп, ат дегбірсіздене айғай салады. Мынау не асығыстық? Біз лақты қуып келе жатырмыз дейді сиыр ентігін баса алмай. Лақ бізді санап жүр дейді бұзау. Лақтың санауға ешқандай құқығы жоқ. Мө деп гүрілдеп шығады өгіз. Санау деген не? Лақ оны қалай жасайды? Тіпті оп-оңай, қараңдар дейді лақ. 1 ол мен, 2 ол бұзау, 3 ол сиыр, 4 ол өгіз, ал 5 ол ат. 1, 2, 3, 4, 5 дейді лақ. Ой, лақ енді атты да санап шықты дейді бұзау. Әй, оңбаған тоқтай тұр деп ат кісінеп жіберіп, лақтың соңынан шаба жөнеледі. Жолдың арғы бетінде қашарда семіз торай ұйықтап жатыр. Жануарлардың тұяқтарының дүрсілінен ол шошып оянады. Хұру, бұлар қайда кетіп бара жатыр? Деп зор денесімен орнынан әзер түрегеледі. Тұмсығымен қоршауды опырып сындырып жіберіп, ешкімнен қалғысы келмей бүлкілдеп тобырға қосылады. Біз лақты қуып келе жатырмыз дейді сиыр демігіп. Бұзау, ол бізді санап жүр дейді аянышты үнмен созыла сөйлеп. Өгіз болса, лаққа санауға ешкім құқық берген жоқ, дейді гүрілдеп. Ат болса, біз оған көрсетеміз дейді. Бұзауды теуіп жібере жаздап. Ал торай болса, лақ қалай санайды екен деп таңғалады. Лақ болса, оп-оңай деп қуанып кетеді. 1 ол мен, 2 ол бұзау, 3 ол сиыр, 4 өгіз,
5 ол ат, ал 6 сен, Торай. 1, 2, 3, 4, 5, 6 дейді. Ой, Торай апай, енді лақ сізді де санап жіберді дейді. Бәлем, мен саған көрсетейін санағанды. Лақ бұл сазайын тартқызайын деп қорсындайды Торай. Бірін-бірі қуып зымырап келе жатқан жануарлар өзенге де жетеді. Өзеннің арғы жағасында айлақта желкенді кеме тұр екен. Кеменің үстінде Әтеш, Төбет, қой, мысық жүр. Әтеш кеме капитаны, Төбет көмекші. Мысық аспаз екен. Капитан жануарлардың не істеп жүрген, не үшін жүгіріп келе жатқанын сұрайды. Әтеш, тоқтаңдар, деп олар қайғай салады. Бірақ кеш қалған еді. Лақ аяғын басқышқа тіреп, бірақ секіреді. Лақтың артынан қалғандары да кеменің үстіне мініп алады. Желкенді кеме өзеннің ағысын әрі қарай әр жағына ала жөнеледі. Қорыққан Әтеш өңі қашып, «Көкареку, көмектесіңдер, құтқарыңдар, суға батып бара жатырмыз» дейді айғайлап. Қалғандары да өлердей қорқып, қалшылдап, дірілдеп, үндемей қалады. «Кім санау біледі?» дейді Әтеш қайтадан айғайлап. «Мен білем» дейді Ағылақ. «Тез барлығымызды санап шық, кеме 10 жолаушыдан артық көтере алмайды. Тезірек сана» деп жануарлар жан-жақтан шоласып қоя береді. Лақ болса санай бастайды. 1 ол мен, 2 ол бұзау, 3 ол сиыр, 4 ол өгіз, 5 ол ат, 6 Торай, 7 Әтеш, 8 Төбет, 9 қой, 10 мысық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дейді. «Алақай, Лақ, алақай» деп барлық жануарлар қуанып сала береді. Жолаушылар өзеннен аман есен өтіп, кемеден түсіп қалады. Ағылақ болса, содан бері кемеде тексеруші болып қызмет жасайды. Әтешке көмектесіп жүреді екен. Әтеш кемеге жолаушыларды отырғызғанда, Ағылақ оларды санап тұратын көрінеді.